қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әлеуметтік желі көрермендері. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген екен Халид Мүсіреп. Олай болса, құрметті оқырмандар, бүгін сіздердің назарларыңызға жазушы Мира Шүйіншәлиеваның Өкініш атты повестін ұсынатын боламын. Мира Шүйіншәлиева 1967 жылы 11 қарашада Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы, қазіргі Бөкей Орда Бесен ауылында дүниеге келген. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын тәмамдаған. Әңгіме, хикая, повесть, драматургия жанрындағы әдеби көрген кітаптарымен кеңінен танылған талантты жазушы Мира Шүйіншәлиеваның Өкініш атты кітабы қазіргі көрген прозаның алдыңғы қатарынан орын алады. Айналамызда өмір сүріп жатқан адамдар арасындағы қарым-қатынас, қақтығыс, махаббат, сезімі мен сыны, сан қилы тағдыр тәлкегі арқау болған көркем дүние оқырманды өзіне баурап алады, жетектеп әкетеді. Мира Шүйіншәлиеваның әңгімелері мен хикаяттары екінші қатарды толықтыратын туындылар. Өкініш хикаятында мәңгілік тақырыптың бірі махаббат негіз болған. Бұл тақырып ұлттық әдебиеттің өз дәуірінде бірсыпыра қаузалғаны белгілі. Еңлік пен кебек, қалқаман мен мамыр, төлеген мен жібек сынды бір-біріне қосыла алмай арманда кеткен ғашықтардың өшпейтін ыстық сезімдері мен мәңгілік мұраттарынан өрбейтін. Алайда жазушы бұл туындысында өмірдегі махаббаттың жырлардағыдан өзгеше болатындығына көңіл аударған. Жазушы қазіргі таңда рухани құндылықтардың екінші кезекке шығып, бірінші кезекті материалдық байлықтың иемденгендігін, өмірден алынған шынайы кейіпкерлердің өмір арқылы танымды суреттейді. Сонымен бірге бұл хикаятта қазіргі қоғамдағы әйел аналар бейнесі бір қырынан толыққан. Хикаяттың мазмұны негізгі 3 бөлімді қамтиды. Тоғысқан тағдырлар, махаббат машақаты, екіге айырылған жол. Махаббат сөзіне сансыз анықтамалар айтып, түсіндірмелер берсе де аз болмайды. Себебі ол шетсіз, шексіз сезім. Қашан адамның жүрегінен махаббат сезімі өшсе, сол кезде қоғам керек етіп, ізгіліктен жұрдай болады. Махаббат өзіңді ғана емес, ең алдымен өзгені сүю, қарапайым тілмен айтсақ, жақсы көру, ұнату, жан ашу, мейірбандық, жақсылық істеу, қамқорлық көрсету осыдан шығады. Көкірегін махаббат жайлаған адам қашанда қайырымдылықпен, әділдікпен, адалдықпен ауылдас отыруға тырысады. Ондай адамның кейде сырты байсал, суықтау көрінуі мүмкін, бірақ іші нәзік, сезімтал сергек келеді. Ойынан бұрын сезімі бас көтеретінде кездері бар. Мұның арты қалай болар екен деп ойы тартпақтай бастаса, сезімі ілгері қарай сүйрелейді. Сөйтіп бұлдыр ойды мөлдір сезім тазалап, жуып тұрады. Дүниедегі бар жақсылық махаббатпен жасалады, махаббатпен нұрланады. Өйткені шын сүйіспеншіліктен туған дүние ғана құнды, сұлу болмақ. Қалай алып қарасақ та махаббаттың орны орасан екені көрінеді. Бар ғұмырын мал соңында өткізген Аманның ата-анасы дүниеден өткенде олардың жиған терген ірлі ұсақты 4 түлігі түгелімен Аманға мирас болып қалады. Үйленгелі үй бетін көрмей, сүйген жарымен 3 бар ботасын ертіп, ата-анасына сәлем беруге жарамаған Аманның әке-шеше мұрасына ие болып шыға келуі, тірісінде немерелерін бауырына баса алмай, еңбегі еш, соры тұз болған ата-ананың мүшкіл халі шынайы суреттеледі. Меншігіне тиген бар малды сатып, аяқ астынан жеке кәсіпкер болып шыға келген Аманның жеке кәсібі дөңгелене кетеді. Көзінің қыры түскен арумен танысқанша асығатын Аман бір күні Ақкүлмен танысады. Мектепте жүргенде күнде хат жазатын Есбол, институтта жүргенде шақырып алып қалуды көздеген қанат тәрізді жігіттердің үлкен сезіміне илікпеген Ақкүл өзінен көп жасқа үлкен әкесі де адамға, яғни Аманға ғашық болып қалады.
Көсе қыздар адамдардан қорқамын деп жүрген қыз жүрегіне жылы сөзбен жол тапқан Аманның әйел дегенде тәжірибесі мықты екендігі, яғни осы әңгімеде нанымды суреттеледі. Келесі кейіпкер Аманның кезінде сүйіп алған жары Асылхан. Отағасының тапқаны кім көрінгенге кетіп жатқанын білген әйелі Асылхан жыл сайын Қытайға баратынды шығарды. Жүзім сұлулық салонының бастығы Шүйіншәлиева ханымның айтқанын мүлтіксіз орындап, жарты салмағын тастап, Аман енді маған мәжнүндей ғашық болады деп сезімінің күл талқан болуы оқиғаны ширықтыра түседі. Сонымен қатар Аманның әйелі Асылхан пайғамбар жасына келгенде балаларын тастап, астаналық Көкебай деген жігітке тұрмысқа шығып кетуі де осы хикаяда суреттеледі. Хикаяттың екіге айырылған жол атты 3-ші бөлімінің мазмұны ақкүннің күнделік жазбаларын қамтиды. Бір күн екінші күнді мүлдем қайталамайды екен. Уақыттың сағаттары тық-тық соққанмен бір-бірімен жанаспайтын беу дүние осылай өтіп жатты. Оған ақкүннің де көзі әбден жетеді. Өзінен бұрын өзгелерге үміт артып, жабырқаған жанын біреу арқылы жұбатқысы келген бейшара ақкүн бұл дүниеде еркек құрып қалғандай бір ғана Аман үшін не істемейді. Оның үстіне басы бос, жаны жас бала етті. Баяғыда сүйегі сақайып, өзі қартайып қалған Аманға ес-түссіз ғашық боламын деп қара басына бәле тілеп, қара бұлтты төндірді. Құдайдан сұрап алған қайғысымен алысып арпалысты. Өмірін тәтті үмітпен жалғастырып, әр таңды құр қиялмен ұштастырған сорлы қыз бір кездері ақ көгершіндей қос алақанына лүпілдетіп ұстап, аялаған жан баласына көруге қимаған асыл адамы Аманның аяқ астынан тапап кетер, дұшпанға таба, досқа күлкі қылар, тіпті өз жүрек қалауымен құрған махаббат ұясын төбесінен ойып, ортасынан бір түсірер деп ойламап еді. Өмірде іздеп тапқан, сенген серігім деп сеніп еді. Ол енді бекер болып, ақ таңы ақкүнді алдады да кетті. Мазақтады да бір күнде көзден ғайып болды. Қыз бала қайғыдан қан ішті, қан жұтты, жетім ботадай боздады. Қайран аға, ағатайым-ай, біз екеуміз бір кездері қандай тату тәтті едік. Бір-бірімізбен өліп-өшіп табысқанда, дәл осылай құтылғанша асығып, тез арада қоштасамыз деп ойлап па едік. Сол бір іңкар сезіміміз, арада қимас кездеріміз, достығымыз бәрі-бәрі бір сәттік сәуледей жарқ етіп жоқ боларын кім білген. Осы кезге дейін сізге деген махаббатым үшін жанымды салып күресіп едім, арпалысып айқасып едім. Бірақ өкінішке орай соңы осылай бітті. Сіз де аяғына дейін менімен бірге күрескенде мұндай халге түспеген болар едіңіз. Екеумізде сезімнің ауыр сынағынан өте алмадық. Қайтейін ағатайым, бұл да пешенемізге жазылған тағдырымыз шығар. Екеуміздің де жүрегімізде өмірлік өкініштің ізі қалды. Тоғыспаған тағдырымызға сіз де өкінесіз, мен де өкінемін. Бірақ құр өкініштен енді не шара. Өткеніз өтті, сиясы кепті, күлі көкке ұшты. Енді несін қаузай беремін. Осының бәрі өкініш, күл өкініш. Бұл өмірде өкініштен басқа ештеңе жоқ шығар-ау деп жанын іштей жеп қиналған ақкүн жан тәнімен құлай сүйген ғашық ағасының аяулы Аман ағасының соңынан ұзақ-ұзақ қарап тұрды да гүлдерін иіскеп қойып үйіне қарай жайымен аяңдады. Осылайша бұл жолы да екіге айырылған ғашықтардың арасын кеменің жолақ-жолақ жолдары бөліп жатты. Осылайша ақкүн мен Аман ағасы арасындағы махаббат хикаясы аяқталады. Құрметті оқырмандар, желі көрермендері, егер сіздер жазушы Мира Шүйіншәлиеваның Өкініш атты кітабын толығырақ оқығыларыңыз келсе, тұрғын үй қалашығы Әуезов көшесі 1-ші үйде орналасқан номері 7-ші қалалық кітапханадан келіп оқи аласыздар. Келіңіздер, кітап оқыңыздар.